Балалар, біздер бүгін сайыс түрінде жемістер мен көкөністерді ажырат деген қимылды ойын ойнаймыз. Ойнағыларың келе ме? Өте жақсы. Олай болса, жұпар тобын жемістер тобы деп атайық. Енді ақниеттердің тобын көкөністер деп атайық. Өте жақсы. Балалар, білеміз ғой, ойынның шарты екі топ командасынан бір баладан допты алып, жерде жатқан кедергілерден секіріп өтіп, шеңберлерден келіп топты жерге қоямызды, жемістер мен көкөністерді өздерінің топтарға қарай себетке ажыратып, не істейміз? Саламызды, қайтадан добымызды алып, шеңберлердің ішімен секіріп, орнымызға барып, ойынды жалғастырамыз. Ойын түсінікті ме? Қай топ бірінші аяқтайды, сол топ жеңіске жетеді. Қол соқ. Өте жақсы. Ал олай болса, ойынды бастаймыз. Дайынбыз ба? Бір, екі, үш. Допты қоямыз. Тез. Допты аламыз. Дұрыс, допты қоямыз. Дұрыс, ағарс. Болайық. Келесі бала. Шапшаң, Рахим, шапшаң. Балдар атын айтып, балдарды қолдап тұрайық. Рахим. Допты қоямыз, Рахим. Допты қоямыз жерге. Бол тез, жемісті таңдай ғой. Тез. Бол. Болайық. Сала ғой. Тез, добыңды алып. Кер бол жүгіреміз. Болайық. Көкөністер топ аяқтағалы жатыр. Болайық. Тез. Айым допты қоймадың ғой. Жабап жүгіреміз. Қол соғамыз. Айымның тобы жеңді. Қол соғамыз. Айымның тобы жеңді. Яғни бірінші болып аяқтады, я балалар? Өте жақсы. Енді балалар, себеттегі жемістер мен көкөністерді дұрыс салды ма екен қарайық. Айтайық балалар. Банан, дұрыс. Жүзім, лимон, дұрыс. Банан, дұрыс. Анар, гранат деп айтылады, ош. Дұрыс па балалар жемістер? Дұрыс, өте жақсы, қол соғайық. Жемістер командасы дұрыс салыпты. Ал енді көкөністердің тобы қалай салды екен? Қарайық кәнекей. Ал. Айтайық. Сарымсақ. Тағы. Айтайық. Қандай көкөніс? Қияр. Сәбіз. Тағы да қияр. Қызылша. Өте жақсы.